Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айдана. Бүгін қаймақты бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін және де жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алған болсаңыздар, қаймақты бәлішімізді дайындауға кірісейік. Бірінші қамырын дайындап алатын боламыз. Алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызға шекерімізді, разрыхлителімізді, яғни қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Сосын осы қоспамызға тоңазытқыштан алдын ала шығарып қойған сары майымызды салып, осылай крошка жасайтын боламыз. Міне осындай крошка жасап аласыздар. Алдында восточный пирог жасаған кезде де осындай қамыр дайындаған болатынбыз. Сол кезде сіздерге анық көрсете алмай қалған едім. Міне осындай крошка дайындап аласыздар. Енді бетіне жұмыртқамызды шағып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бұл тесто бізде піскен кезде песочный, жұмсақ пирог болып шығады. Енді осы дайын қамырымызды мен сияқты осылай оқтаумен жайып, табаға жайғастырып алсаңыздар болады. Бұл көп уақыт алмайды. Тез әрі оңай болады. Және осылай табамызға жайғастырып, шет-шеттен пышақпен тегістеп дайындап алып, қамырымызды холодильникке қойып қоямыз. Ол уақытта біз салмамызды дайындаймыз. Салмамызға қаймақ, өз қалауыңыз бойынша шекер қосасыз. Өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Ванилин хош иіс береді. Және жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқаларымызды шағып, осы массамызды барлығы бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде погружной блендер болса, блендермен жақсылап араластырып алсаңыздар да болады. Енді массамыз жақсылап араласқаннан кейін тестамыздың бетіне салып, кішкене осылай айналдырып, бір келкі ретке келтіріп алсаңыздар болады. Және де тестаны осылай шанышқымен кішкене тегістеп төменірек түсірсеңіздер болады. Енді 180 градуста қызып тұрған печкамызда 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің қаймақты бәлішіміз дайын болды. Өте хош иісті, ванилин иісі өте әдемі болып шығып тұрады. Енді сіздер табадан бәлішіміз кішкене суығаннан кейін босатсаңыздар болады. Және де осылай сахарный пудрамен жан-жағын әсемдеп қойсаңыздар болады өз қалауларыңыз бойынша. Және де қаймақты бәлішімізді толықтай суығаннан кейін ғана кесіңіздер. Себебі ыстық күйінше кесіп қойсаңыздар, ішіндегі салмасы ағып кетуі мүмкін. Бәлішіміздің суына шамамен 2 сағаттай уақыт кетеді. Салқын жерге қойып қойсаңыздар тез суиды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін, жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.